Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Ойланша жарайсыздар. Бала сабағымызды бастаймыз. Бүгін Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі. Бүгінгі сабақта жасайтын оқу мақсатымыз көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқып жатқызу және кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Осы мақсат бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ал олай болса, өткен сабақта біз Абайдың өмірі, шығармашылығы туралы өткен болатынбыз. Қазір сіздерге бізден сұрақ, сізден жауап әдісі бойынша Абайдың өмірі, шығармашылығы туралы сұрақтарға жауап беру қажет болады. Ол үшін айналмалы барабан әдісін пайдаланатын боламыз. Бұл үшін тақтаға бір оқушы келсе болады. Келіңіздер, кім еді? Келіп, Ерасыл. Негізі маған қайтадан өзім басынан. Келіп, айналдыр, біраз көтет деген жерді басынан. Жоқтан ашып, қазір сізге дайын бір сұрақ қояды. Абайды қай қасиеті көзге түскен? Абай өте зерек және ақылды болған. Және оның әкесінің аты Құнанбай болған. Құнанбай сол замандағы беделді кісілердің бірі болған. Құнанбайдың балалары көп болса да, бірақ ол Абайға көп үміт артып, 10 жасында медресеге беріп, 13 жасында өзімен бірге ел ісіне араластыра бастаған. Жақсы, өте рахмет. Келіңіз, кім шығады тағы? Кім шығады тағы? Қане? Келе ғой, білейін. Келіп, мына жерді бассаңыз, сізге сұрақ дайындап береді. Келесі кім шығады? Өтілген тақырыптар бойынша барлық сұрақтар келе ғой. Асен. Бала күнінен қандай ақындарды тыңдап өскен? Бала Абай Шортанбай және де Абай, көмектес жүрейікші ал, саят. Негізі Асен өзі білетін кішкене не ғой, Шортанбай, ақындарды тыңдап өсіп ол зеректігімен көрсетті. Балалар, енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша өлеңді мәнерлеп оқиық. Бүгін ғылым таппай мақтанба өлеңі бойынша мақсатымызда өлеңнен үзіндіні жатқа айту және мәнерлеп оқу болатын. Ал кім оқып береді? Ерасыл. Ғылым таппай мақтанба, өлім таппай баптанба, құмарлығынан шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашып бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, күйеуің өмірің алдында, оған қайғы десеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, емтек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанды білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл көрсеңіз, жамандық көрсең нәпіретті, сұлдық көңіл дейсаңыз, жақсылық көрсең нәпіретті, оны ойға жисаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаң да ұстаппа, бір ғалымды көрсеңіз, олай болмай қайда деп, айтпа ғылым сүйсең. Жақсы. Өлеңді жалғастырамыз. Гүлнұр. Егер он күн берер, жамбай жатып сөнсеңіз, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз, өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең, ашыласың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең, біреу білмессең, білсең, білгендердің бәрі дол. Сөзіне қарай кісіні ал, сізге қарай сөз алма, шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен қорқалма. Мұны жазған білген қол, ғұлама Хейдауани солай депті, ол шын сөзін оқып жариялар. Тез үйреніп тез жойма, жас уақытта көңіл бөл. Жақсы, кішкене мәнерлеп жүргенде. Жақсы, ал енді балалар, осы Абай «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде 5 жақсы қасиетпен
5 жаман, яғни одан алшақ жүрдік айтып өткен 5 жаман қасиеттер бар екен, иә? Олар не екен? Иә, Мерей? Өсек өлтіріп мақтаншақ, өлтіріп берген. Иә, бұлар қашық болатын, яғни 5 дұшпан екен, иә, адамның. Келесі арайлым, 5 асыл іс, бізге жанымызға жақын. Рахым, яғни мейірім деген. Жақсы, балалар, енді біз осы өлеңді қазір оқыдық. Сіздерге бұл өлең бала күннен таныс, иә? Олай болса, қазір мұнда бақа әдісі арқылы өлеңдегі орын ауысқан сөздерді өз орнына қою арқылы біз сол екі шумақты тағдан мәлімдеп оқып шығуымыз керек. Кім шығады? Кім келер ғой Саят жүрген? Мына орын ауысқан әріптерді орнына қойып шығамыз, иә? Бір, ағырай қалай айтылатын еді? Ғалымды көрсек. Да, бұны алдына келеміз дейді. Жақсы, енді тақташы оқуға қандай тармақтар құрастырылды? Біздің алдыңғы құрастырған тармағымыз Болмасам да ұқсатпақ, білгендердің сөзіне болмасаң да ұқсатпақ, бір алдыңды көрсеңіз дейді. Жақсы, келесі екінші шумағына кел Нұрдәулет, мұнда отырыңыз. Сегіз шумақ. Ал өзіңіз қарап көріңіз. Бұл жерде бір сөз дайын тұр екен, иә? Басып көріңіз. Уақытта берілген. Жақсы, тақташы бұқылы, қандай өлең құрастырылып, қандай тармақтар? Дүниеде өзім, малда өзім, ғылымға көңіл берсеңіз. Жақсы, отырамын. Балалар, енді келесі тапсырмаға өтеміз. Үшінші тапсырма бойынша Абай айтқан 5 асыл іс пен 5 дұшпанды өздігінше жазып көрейік. Сіздер үшін 5 асыл іс пен 5 дұшпан не? Осы тапсырманы дәптерге орындаймыз. Мына кесте бойынша, кестесі, яғни кестенің бірінші жағына 5 асыл істі, екінші жағына 5 дұшпанды жазыңыздар. Яғни орындаймыз. Сіздерге берілетін уақыт 3 минут. Уақытты дұрыс пайдаланыңыздар. Ал кімге дайын? Саят оқи ғой. 5 асыл іс менің ойымша. Адалдық, шыншылдық, білімдік, имандық, қанаттық. 5 дұшпан іс менің ойымша. Өтірік айту, ұрлау, тәртіпсіздік, білімсіздік, сатқындық. Жақсы. Саяттың 5 асыл ісіне Абаймен ұқсасып келген қасиеттер айтылды, иә? Қандай қасиет айтылды? Абайда да 5 асыл істе бар. Саятта оны қанағаттау, да, өте жақсы. Енді тағы кім оқиды? Саят отыра ғой.
Ал осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сабаққа кері байланыс беру үшін барлықтарыңыздың алдарыңызда парақ берген. Осы параққа оң алақандарыңызды, бір бетіне оң алақандарыңыздың суретін сызып, екінші бетіне сол алақандарыңыздың суретін шығып, саламыз сызып, соның оң алақанның іші бүгінгі сабақтағы жақсы әсер алған, ұнаған әдістер туралы, тапсырмалар туралы жазасыздар. Ал сол алақанды сызған бетінің алақанның ішіне, яғни сіз неден қиналдыңыз? Қай тұстары сізге ұнамады? Сол туралы жазасыз. Түсінікті ғой, қане ойнайсыз. Былай, мына қазір мен көрсетейін, мындағы қолдың суретін саласыңдар. Ал қазір мен сол қолымды салдым, Мына менің сол қолым. Бұл жаққа маған ұнамағандары сабақта қиын болған тапсырмалар туралы жазылады. Орындаймыз. Жас болсаңыздар, парақ қылмаған тапсырыңыздар, үйге тапсырма Абай Құнанбаевтың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін жаттап келеміз. Тапсырманы түсінікті ғой, парақтарыңызды өткізіңіздер.